Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Жанат. Бүгін біз сіздермен ұн қуырдақ деп аталатын ерекше ыстық тағамдардың бірін жасайтын боламыз. Моңғол елінде бұл тағамды суйван деп аталады. Қамырлары бірін-бірімен жабыспайтын, әрі өте майлы емес ерекше тағамдардың бірі. Видеоны міндетті түрде өткізбей соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ұн қуырдағымызға ең алдымен ет керек. Етімізді 4 бұрыштеп кубик түрінде турап аламыз. Және де бұрыш, сәбіз және пияз керек. Барлығын жақсылап аршып, жуып, соломка түрінде ұзын-ұзын қылып турап дайындап қоямыз. Қазанымызға аздаған майымызды құйып, орташа отта қыздырып аламыз және оның үстіне етімізді қосып, жақсылап қуырып аламыз. Етіміз жақсылап қуырылып алғанша қамырын дайындаймыз. 300 грамм ұнымызға бір жұмыртқамызды, шай қасықтың жартысындай қылып тұзымызбен міндетті түрде суық мұзды суымызды бөліп құю арқылы қамыр елеп аламыз. Қамырымыз қатты қамыр елену керек және оны 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Етіміз қуырылып болғаннан кейін оның үстіне пиязымызды бір үлкен ас қасық қылып, томат пастасын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қуырылып алғаннан кейін етіміз жұмсақ болып пісу үшін еттің көлемімен бірдей қылып, суық мұздай суымызды қосып, қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін газ отын орташа отқа басып қоямыз. Орташа отта 10-15 минут өткеннен кейін сәбізімізді қосып, бір бұқтырып аламыз. Біздің қамырымыз тынып дайын болды. Дайын болған қамырымызды ұн қосып, оқтаудың көмегімен жақсылап жайып алатын боламыз. Қамырымызды жаятын кезде міндетті түрде ортасына күш түсірмей, екі шетінен жай ғана басу арқылы жаятын болсаңыздар, бәрі дөңгелек қалыпта қалады. Қатты жұқа қалыпта жаймаймыз, 5 бармақтың қамыры сияқты қалыңдықта жаятын боламыз және қамырымызды оқтауымызға орап аламыз да пышақтың көмегімен ортасынан бөліп аламыз, видеода көрсетілгендей. Енді дайындап алған біздің қамырымызды қатты қызып тұрған пешіміздің табасына екі бетін жақсылап қыздырып аламыз. Сол кезде міне қамырларымыз тез кебеді және бірін-біріне жабыспайды, тез пісетін болады. Сондықтан осылай қатты қызып тұрған табаға екі шетін қойып қыздырып аламыз. Содан кейін осылай видеодағыдай өздеріңіздің қалаған формаларыңызда ұсақтап немесе жуан қылып турап тамағымызға қосатын боламыз. Сәбізіміздің пісуіне аз қалған кезде бұрышымызды және аздаған тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз да дайын болған біздің қамырымызды бетіне сеуіп, 10-15 минутқа қақпағын жауып, ішіндегі өзінің суында, буында піскенін күтетін боламыз. 10-15 минут өткеннен кейін қамырымызды жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің ұн қуырдағымыз дайын болып шықты. Өте керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.